Бұл сақина қайдан тап болды сенде? Владимир соншалықты абыржып қалды. Хатшы қыздың қолын қатты қысып жібергенін аңғармады. Бұл менің әжемнің сақинасы. Қыздың алақаны одан әрі қысылды. Ол шыңғырып жіберді. Владимир Андреевич ауырады. Сіз есіңізден тандыңыз ба? Бұл менің анамның әшекейі. Қарызға берші. Қандай ана? Ашулана айғайлады Владимир, сосын бірден тосылды. Анаңның аты кім? Ксения жауап беріп үлгермеді. Кенеттен бір жақтан қоңырау сыңғырлады. Антракт. Ложа есігі ашылып, Тихоновтың балетке шақырған неміс серіктестері дәлізге лап қойды. Дәл осы жерде оның Ксениямен болған оғаш диалогы үзілді. Спектакль арасындағы үзілісте Владимир Ксениямен оңаша қалуға мүмкіндігі болмады. Ол қойғысы келген мыңдаған сұрақтың бірінде қоя алмады. Шетелдіктер сүйкімді аққұба қыздан бір елі алыстамады, бір-бірімен жылдам сөйлесіп жатты. Владимир Андреевич екінші акт бойы мазасызданып отырды. Қол соғу дыбысы шыққан сайын жиіркене тыжырынып қоятын. Бүкіл зал оның мазасыздығын біліп отырғандай, қасақана қол шапалақтап жатқандай көрінді. Бұл бітпейтін би. Қалайша адамдар мұны өнер деп шынайы қабылдайды. Бүгінгі күн басынан-ақ сәтсіз басталған еді. Таңертең Владимир қырсыққан көңілдесі Маргаритамен қатты ұрсып қалған. Әдемі әйел Тихоновтың тағы да кеше оған келмегеніне ренжіп, кешке театрға барудан үзілді-кесілді бас тартқан еді. Ал Владимир шетелдік серіктестерін шақырған, себебі өзі медициналық жабдықтар компаниясының бас директоры болатын. Марго. Бұл соңғы тамшы болды. Владимир ашу үстінде телефонын үстелге лақтырып жіберді де, кең бөлмеде ары-бері жүре бастады. Тихонов есік алдында тұрғанын байқап, терең тыныстап, қабылдау бөлмесіне шықты. Ол әдетінше күтіп отырған адамдардың кезегін елемегендей кейіп танытты да, хатшысына қысқа бұйрық берді. Маған кофе әкел. Қара кофе, қантсыз. Өйтпесе тағы да бір табақ тәттілерді сүйреп әкелесіңдер. Өз үстеліне қайта оралған соң, Тихонов Маргоның ашулы, менсінбейтін жүзін көз алдына елестетті. Осы соңғы тамшы деген ақымақ сөздерді қанша рет айтқан. Кімді қорқытпақ? Оны әбден жалықтырған бұл қарым-қатынастан неге әлі де шыға алмай жүр? Есікті ақырын қағу дыбысы естілді. Кабинетке хатшысы Ксения кірді. Ол қолында кішкентай төртбұрышты поднос ұстап тұрды. Подностың үстінде жалғыз фарфор кесесі ғана бар еді. Владимир Андреевич, сіздің қара кофеңіз. Қантсыз және басқа тәттілерсіз деп күлімсіреді қыз. Владимирдің жүрегі жылып кетті. Бұл сүйкімді қыз компанияда 2 ай ғана жұмыс істеп жүр, бірақ оған қатты ұнайтын. Ұзын шашты, арықша келген аққұба қыз, ақылды сұр көздері бар. Ол Тихоновқа біреуді бұлыңғыр түрде еске түсіретін. Бірақ кімді? Владимир оның күйеуін бірнеше рет көрген. Сымбатты, сыпайы жігіт Олег кейде әйелін жұмысынан алып кететін. Олар бар жоғы 6 ай бұрын үйленген. Көздері сүйсініспен қараған жас жұбайларды Тихонов жасырын бақылағанды ұнататын. Олардың арасында өтірік, реніш, ақымақтықтан туған қызғаныш жоқ екені көрініп тұр. Айтпақшы, қызғаныш туралы айтқанда, Владимирдің ойына тамаша жоспар келді. Ксюша, мен сіздің күйеуіңізді бірнеше рет көрдім. Ол өте ақылға қонымды адам сияқты. Сіз не айтпақсыз, Владимир Андреевич? Деп Ксения ренжіп қарады. Яғни, ол сізді қызғанып, ақылынан адаспайды деп ойлаймын, егер мен сізді кешке театрға шақырсам. Маргарита Васильевна бара алмай ма? Хатшы жағдайды тез аңғарды. Солай десе де болады деп мысқылдады бастық. Ал мен спектакльге жұпсыз барғым келмейді. Оның үстіне, сіз тілді білесіз, қасыма мыжып сөйлейтін аудармашыны ертіп жүрмеймін. Көмектесіңіз, Ксения, күйеуіңізге айтыңыз, менің жеке жауапкершілігімде сізді алып барып қайтарып жеткіземін. Ол міндетті емес. Олег мені өзі апарады,
кейін спектакльден соң күтіп алады. Театрда Ксения шетелдіктерді өз көркем әдебімен, тілді жетік білуімен және жарқын күлкісімен тәнті етті. Владимир оны күнде көретін, әрдайым сүйкімді деп есептейтін. Бірақ бүгін ол Ксенияның сұлулығына қайран қалды. Кешкі көк көйлек киген сымбатты мүсін, нәзік қолдар, паң мойын, тартымды көзқарас. Тихонов балетті ұнатпайтын. Сондықтан бірінші акт кезінде өзін көрермендерді бақылаумен алдандырды. Оның көзі Ксенияға түсті. Қыз шашын түзеп жатып, қолын сәл көтерді. Владимир сол сәтте саусақтарында жарқыраған қымбат сақинаны байқап қалды. Бұл көне әшекей еді, платина, сапфир және ұсақ бриллианттар жиынтығы. Владимир өз көзіне сенер емес. Ол өзінің оғаш қылығын аңғара да алмады. Владимир қыздың білегінен шап беріп ұстап алды да, жүре сөйлеп, шетелдіктерден кешірім сұрай отырып, оны ложадан сүйреп шығарды. Ол хатшысының шошып кеткен саусағынан сақинаны шешіп алып, ішкі бетіне үңілді. Ол жерде жанын ауыртқан таныс жазу тұрды, мәңгі сүю. Сол сәтте ол Ксениядан қатты толқыған әрі талап еткен үнмен сұрады. Бұл біздің әулеттің отбасылық жәдігері. Саған қалай тап болды? Спектакль аяқталған соң Тихонов серіктестерімен ұзақ қоштасты. Олар да бірден көлікке мінуге асықпады. Жымиып, әркімге бас изеген Владимир көз қиығымен алыста тұрған Ксенияны бағып тұрды. Қыз біреумен телефон арқылы сөйлесіп жатты. Біраз уақыттан кейін ол немістерге жылы жымиып, оларға қол бұлғап, асықпай басқа жаққа қарай бет алды. Тихонов ашу мен өкініштен тістерін қайрап жібере жаздады. Ол қонақтарды көлікке дерлік итеріп кіргізді де, жүгіре шығып жүргізушісі мен оққағарына «Күтіңдер!» деп қысқа ғана бұйрық беріп, Ксенияның соңынан аттанды. Бірақ Ксения ешқайда қашуға ниеттемес еді. Ол Владимирдің жақындауын асықпай күтіп тұрды. «Анаңның аты кім?» деп ентігіп сұрады бастық. Дарья Сергеевна деп сабырлы жауап берді Ксения, оның көзіне тіке қарап. Ол бейне бір оның келесі реакциясын алдын ала білетіндей көрінді. Даша. Березина. Владимир осы жауапты бір сағаттан бері күтсе де, оған дайын болмай шықты. Тосылып қалды. Жан жағына жалтақтап, абыржып, міңгірледі. Ал сен Соловьевасың ба? Тұрмысқа шыққаннан кейін Соловьева деп жұмсақ түзетті Ксения. Ал анаң оқыған ба? Әрине, оқыған, Владимир Андреевич деп қыз оны сөзін аяқтатпай бөлді. Сіз екеуіңіз университетте бірге оқығансыздар. Сен менің кім екенімді білесің бе? Деп Тихонов ақымақтау сұрақ қойды. Яғни, сен анаң екеуіміздің өткенде қандай қарым-қатынаста болғанымызды білесің бе? Мен тек университетте анамның бір Володя Тихонов деген жігітпен кездескенін білетінмін. Ол оны қатты сүйген. Бірақ мен сіздің компанияңызға жұмысқа тұрғанда, сіздің дәл сол Тихонов екеніңізді білмедім. Фамилияңыз кең таралған ғой. Оның үстіне ол кезде анам шетел тілдері факультетінде оқыған, ал сіз үлкен медициналық жабдықтар компаниясын басқарасыз. Бұл отбасылық бизнес деп күңкілдеді Владимир. Ал 2 апта бұрын мен корпоративті кештен кейін анама сіздің суретіңізді көрсеттім. Ол сізді бірден таныды деп жымиып қойды Ксения. Владимирдің жүрегі шаншып кетті. Яғни, Даша осы күнге дейін онымен байланысуға уақыт таппаған. Немесе мүлдем байланысқысы келмеген. Ол саған бұл сақинаны не үшін берді? Деп сұрады ол ауыр үнмен. Анам маған оны берген жоқ деп мойындады Ксения. Мен оны өзім алдым. Не үшін? Деп таңданды Владимир. Кешіріңіз, Владимир Андреевич, мені күйеуім күтіп тұр деп кенеттен асығы сөзін аяқтады қыз. Дүйсенбіге дейін. Тихонов үнсіз Ксенияның кетіп бара жатқан бейнесіне көз тастады. Кенет есіне түсті. Сенің жасың нешеде? Деп айқайлады оның соңынан. 22. Ксения бір секундқа артына қарап қол бұлғап қоштасты.
Пәтердің есігін ашқан Тихоновты музыка қарсы алды. Бүкіл бөлмеге жайылған созылыңқы джаз әуені. Үлкен қонақ бөлмеде жұмсақ жарық жанып тұр. Марго қолында шарап құйылған бокал ұстап, диванда аяғын созып отыр. Мен сені кешіруге шешім қабылдадым, деді ол кербез үнмен. Владимир оның жүзіне мұқият қарады. Ол Маргоны алғаш рет көргендей сезінді. Бұл бөтен әйел кім? Ол оның пәтерінде не істеп жүр? Ол ешқандай әрекет жасамады. Ол ақылға қонымды жауаптарды табуға тырысты. Ол өзіне әлдеқашан қоюы керек болған сұрақтарға жауап іздеді. Маргарита бірдеңенің дұрыс емес екенін сезді. Ол бірден дауыс ырғағын өзгертті. Қымбаттым, бәрі жақсы ма? Неге үндемейсің? Неге тек мен ғана біздің қарым-қатынасымыз үшін жұмыс істеуім керек? Не туралы айтып тұрсың? Деп таңғалды Тихонов. Біздің қарым-қатынасымыздың жүйесі өте қарапайым. Сенен сұлулық, менен ақша. Кешір, бірақ кетсең жақсы болар еді. Маргарита аузын ашты, бірақ Владимирдің бетінде өзгермес бір нәрсе бар екенін көріп, үнсіз қалды. Ол кенеттен орнынан тұрып, сөмкесін алып, есікке қарай жүрді. Кілттеріңді үстелге қалдыр, деді Владимир сабырлы үнмен. Ол шешіміне толық сенімді еді. Шок күйіндегі Марго ештеңе демеді. Сөмкесінен кілтін алып, шыны үстелдің үстіне қойды. Сосын барынша тәккапар, батыл қадамдармен үйден шығып кетті. Ол енді ешқашан оралмайтынын Тихонов анық түсінді. Пиджагын шешіп жатып, Владимир кенеттен бір нәрсені есіне түсірді де, қолын қалтасына сұқты. Сақинаны Ксенияға қайтармағанын сонда ғана аңғарды. Міне, ақымақ. Қыз мені қалай қабылдайды? Фамильдік қазынаны қайтарып берген тәкаппар сараң деп ойлайтын шығар. Ал Даша енді мен туралы не ойлайды? Түнде Владимирдің көзі ілінбеді. Ол коньяк ішіп, 1000 рет Сақина ішіндегі жазуды оқыды. Сол сәтте студенттік жылдары есіне түсіп, өміріндегі алғашқы әрі жалғыз махаббатын ойлады. Ксенияны көрген сайын оның жүрегі қуаныштан дүрсілдеп, алыстан туған жанын кезіктіргендей әсерде болды. Миниатюралық аққұба Ксюша анасы, бойшаң қоңыр көзді Дарияға мүлдем ұқсамайды. Бірақ анасы мен қызында көзге көрінбес, бірақ сезілетін бір ұқсастық бар еді. Жеңіл күміс күлкісі, шашын сәнмен түзету мәнері, басын әсем бұруы, қамқор әрі жылы қарасы, жымиғанда пайда болатын сүйкімді шұңқырлары. Бұл естеліктер Владимирді қатты толқытып жіберді. Бейне бір 17 жыл ажырау болмағандай, бәрі кеше ғана өткендей сезілді. Мәңгі сүю. Ол Березкасын қаншалықты сүйген еді. Бір ғана есіне түссе, тынысы тарылып, жүрегі дүрсілдеп кететін. Ол Дарияның қоңыр көздеріндегі алтын ұшқындарды, аздап таңғалғандай керілген қою қастарын, әрдайым жымиып тұратын еріндерін сүйетін. Күнге шағылғанда оның көзі ерекше шоколад түстес реңге енуші. Сол сәтте Владимир Тихонов сүйіспеншілікпен таңданыстан сілейіп қалатын. Бай отбасының жігіті, ол өз алтын қызымен қатты мақтанатын. Ол қашықтағы бір ауылдан келіп, бірден елдегі ең беделді университетке түскен еді. Бұл алғашқы көргеннен туған махаббат болатын. Олар бір-бірінен бір сәтке де ажырамады. Күн сайын кешкісін Владимир жатақхана алдында Дарияны күтіп тұратын. Сосын олар түннің ортасына дейін жақын маңдағы бақта серуендейтін. Ғашықтықпен арбалғандай олар сол аллея бойымен қайта-қайта жүре беретін. Үй иттерін серуендетіп жүрген тұрғындарға бас изеп, таныс көрініске айналған еді. Жапырақтары төгіліп жатқан көше шам жарығында түрлі сары реңктермен жарқырайтын. Құлаған жапырақтардың алтын мен күлгінге боялған қалың кілемі. Дарияның бөлмесі күзгі гүлшоқтармен көмкерілген. Кейде оның бөлмелестері түсіністік танытып, ғашықтарға оңашалану үшін өздері басқа жаққа кететін. Қабырға артында теледидар айғайлап тұратын, көрші бөлмеде студенттер ұрсып жататын, дәлізде өмір қайнап жататын. Бірақ олар айналасын мүлдем естімейтін.
Қыста терезені қырау басса да үйдің жылулығын сезетін. Көктемде бірінші қабаттағы терезеге гүлдеп тұрған сирен бұтағы тырсылдап ұрып тұратын. Жазда бөлме ішін масаңдатқан ақ жасминнің иісі кернейтін. Березка, мен әлдеқашан шыдамым таусылды, деді Владимир бір күні. Бір жылдан астам уақыт кездестік, бұл жеткілікті емес пе? Мен сені әр секунд сайын сүйгім келеді, қолыңнан ұстап, жанымда болғым келеді. Ол Дарияны құшақтап, оның саусақтарына ернін тигізді. Қазір мен бәрін Даша деп атайтын болдым. Үй қызметшісінде, анамның стилистінде, тіпті аула сыпырушыны да. Бүгін тіпті анамның жүргізушісіне қарап тұрып, Дари, анам 6-ға дейін келуді бұйырды деп айтып қалдым. Қойшы, өтірік айтпа, деп күлді Даша. Шын айтамын. Мен пісіп жетілдім. Үйлену керек. Сен сенімдісің бе? Деп сұрады Дария, қуаныштан жарқыраған, бірақ сенімсіз көздерімен. Ал сен ше? Мүмкін маған тұрмысқа шыққың да келмейтін шығар, деп Тихонов қыңырлана сұрады. Мен бұны армандаймын, бірақ сенің анаңнан қатты қорқамын, деп мойындады Дария. Шын мәнінде Володя өзі де қатты алаңдады. Оның қатал әрі өктем шешесі Инна Леонидовна қарапайым провинциал қызын келін ретінде қабылдағысы келмеуі мүмкін еді. Владимир бұған алдын ала дайындалып, анасына қарсы тұруға бел буған. Алайда күткенінен өзгеше, анасы Дариямен танысуына еш қарсылық білдірмеді. Тіпті Инна Леонидовна өз қолымен жеңіл кешкі ас дайындады. Бұл оның көп жылдан бері істемеген әрекеті еді. Кеш жылы, отбасылық атмосферада өтті. Владимир анасына жақсы тәрбие көрген, шынайы Дарияның ұнағанын байқап тұрды. Володя бақытты еді. Болжамы дұрыс шыққан. Анасы Дарияны театрға, сауда орталықтарына бірге баруға шақыра бастады. Ал екі ғашық үйлену туралы шешімдерін жариялағанда, Инна Леонидовна оларды мұқият шолып шығып, бөлмеден үнсіз шығып кетті. Біраз уақыттан кейін қолына кішкентай барқыт қорапшаны ұстап қайта оралды. Ішінде отбасылық жәдігер, платинадан жасалған, айналасы ұсақ гауһар тастармен көмкерілген сапфир сақина бар еді. Дашенька, бұл сақинаны менің әжемге кезінде атам сөз салғанда сыйлаған. Ішінде мәңгі сүю деп жазылған. Сендер де бір-бірлеріңді әрдайым сүйіңдер. Ешқашан ажырасу деген сұмдық сөзді ауызға да алмаңдар. Дарияның көзіне жас үйірілді. Олар үйлену тойын 6 айдан кейін, 2-ші курсты тәмамдаған соң өткізуді жоспарлады. Жаңа жыл қарсаңында Дарияның туған қаласына барып, ата-анасымен танысу ойлары бар еді. Бірақ бәрі кенеттен өзгерді. Желтоқсанның басында, сенбі кешінде, Володяға Дария қоңырау шалды. Ертең келмей-ақ қойшы, өзімді нашар сезініп тұрмын. Грипп жұқтырған сияқтымын. Сен де ауырып қалуың мүмкін. Бірақ Владимир үшін бұл ешқандай кедергі болмады. Ол бар болғаны бір күн көрмеген сүйіктісін қатты сағынып үлгерген еді. Қолына жидектер салынған себетпен орхидея гүлін ұстап, көтеріңкі көңіл күймен жатақханаға қарай бет алды. Даша бұған қуанып қалар, деп ойлады. Дария бөлмеде жалғыз еді. Көздері үрейге толы болатын. Ол асығыс заттарын жинап жатты. Владимир кіргенде қыз бірден қызарып кетті. Қалай қылмыс үстінде ұсталғандай күйде еді. Қайда кетіп барасың? Үміттенемін, анаңа емес шығар, деп әзілдей сұрады жігіт, оның көгілдір свитерін қолынан жұлып алып. Березка, тек айтпа, мен дұрыс таптым деп. Біз бірге кетеміз деп келіскен едік қой. Жаңа жылға 3-ақ апта қалды. Бер оны, деп ашуланған Дария свитерді жұлып алып, заттарын жинауды жалғастырды. Жігітке қарамай салқын, бірақ аяусыз дауысымен. Мен мүлде кетемін. Кешір. Сен есіңнен адастың ба? Деп Володя қолын селқос сермеді. Бірақ бір секундтан кейін Дарияның мүлде қалжыңдамағанын түсінді. Дашка, не болды? Үйде бірдеңе болды ма? Анаң ауырды ма?
Ештеңе болған жоқ. Қыз суық әрі бейжай көзбен қарады. Мен сені сүйдім, бірақ ешқандай үйленгім келмей. Владимир есінен танып қала жаздады. Не? Сен мені соншалықты жек көріп қалдың ба, тіпті универді де тастап, сессияның алдында кеткелі тұрсың ба? Солай деп ойлай бер. Бұл сұмдық таңның әр секунды есінде. Ол оны тоқтатуға тырысты. Қызмет көрсетті, өтінді, жалынды. Бейшара күйде намысқа тиетін сөздер айтып та жіберді. Жігерсіздіктен, ашу-ызадан оның зат салынған сөмкесін жұлып алып, есікті жауып тастағысы келді. Бірақ Дария мызғымады. Ақыры көзіндегі ыза жасы төгілген Владимир заттарды еденге лақтырып жіберді. Дария үнсіз сөмкесін көтеріп шығып кетті. Мәңгілікке. Одан кейін Владимир үшін қара түнек күндер басталды. Алкогольге жақын емес жігіт ішімдікке салынып кетті. Сол күйде жүріп, сессиядан да өте алмады. Алаңдаулы Инна Леонидовна ұлына Дарияны іздеп табуды ұсынды. Бірақ жүрегі қатты жараланған Владимир анасының көмегінен үзілді-кесілді бас тартты. Бұл ақымақтық, балам. Мүмкін Дашамен бірдеңе болған шығар. Ал сен ештеңе істемей, өзіңді құртып жатырсың. Мама, өтінемін, менің өміріме араласпа. Және ол туралы енді маған ешқашан айтпа. Көп жылдар өтті. Бірақ Владимир Андреевич әлі күнге дейін Дарияның сол кездегі түсініксіз әрекетін ақылға сыйғыза алмады. Неге ол оқуды тастап, белгісіз жаққа кетті? Неге? Сол сәтте Тихоновқа бәрі түсінікті болды. Дариямен қоштасқанына 17 жыл өткен еді. Ал Ксюшаға 22 жас. Демек, олар кездесіп жүрген кезде қыздың 5 жасар қызы болған. Неге ол бұл туралы бір ауыз сөз айтпады? Қызы болды. Жақсы болсын. Бірақ бұл оның асығыс кетуіне қалай байланысты? Владимир жынданып кетердей күй кешті. Ертең Ксениямен сөйлесіп, бәрін анықтау керек. Бір жола. Алайда таңертең Тихонов ешкімге қарамай, хатшысына басын изеп, кабинетін көздеді. Бірақ қыз оны есік алдында тоқтатты. Күтіңізші, Владимир Андреевич. Ксения орнынан тұрып. Кешіріңіз менің сол Сақинамен жасаған ақымақ әрекетімді. Мамам қатты ұрысты, алекте сөкті. Өтінемін, кешіріңіз. Ал неге істедің? Деп қызыға сұрады Тихонов. Дұрындап кеттім деп күрсінді Ксюша. Мамам сізді көргелі бері маза таппады. Сондықтан мен сіздерді кездестіргім келді. Жарайды, кештім. Бәрі бос нәрсе. Сәл көңілі қалған Владимир есікке қарай бұрылды. Сол кезде Ксения оған қағаз ұсынды. Бұл мамамның нөмірі. Егер қаласаңыз, қоңырау шалыңыз. Кездесу паркте өтті. Көп жыл бұрын олар бірге серуендеген дәл сол саябақта. Құлаған жапырақтар аяқ астында сыбдырлады. Қолында жетелеген иттерімен серуендеп жүргендер көп. Сіркіреп жаңбыр жауып тұрды. Сирен түсті қолшатыр ұстаған сымбатты әйелді көргенде Владимирдің жүрегі атқақтай соқты. 40 жастағы Даша жастық шағындағыдай сұлу еді. Даша! Ол толқып, әйелдің қолынан ұстап, нәзік қысты. Олар біраз уақыт бөгде тақырыптарда сөйлесті. Күлді. Студенттік жылдарды еске алды. Өмірлері қалай қалыптасқанын баяндады. Дария университетке 1 жылдан кейін қайта қабылданып, сырттай бөлімге ауысқан екен. Біраз уақыт туған қаласында мұғалім болып жұмыс істеген. Кейін құрбысы оны лицейге француз тілі пәнінің мұғалімі ретінде шақырыпты. Қазір Дария Сергеевна сол лицейдің оқу ісі жөніндегі меңгерушісі. Ол 2 ересек баланың бақытты анасы. Қызы мен ұлы бар. Сондықтан ғой хатшымның тіл білу қабілеті ерекше дамығаны деп ойлады Тихонов. Неміс, француз, итальян тілдері. Даша, Ксюша туралы сұрасам бола ма? Дария үнсіз бас изеді. Мен Ксюшаны 18 жасымда тудым.
Көрші баламен балабақша кезінен доспын. Ол керемет адам еді. Бірақ Ксюша дүниеге келмес бұрын бірнеше ай бұрын суға кетіп қайтыс болды. Ол ашы күрсінді. Ал мен Астанаға оқуға кеткенде қызымды анам бағып қақты. Ол әрдайым менің жақсы білім алғанымды қалады. Дарья Володядан қызы бар екенін жасырғысы келмеген. Бірақ алдымен олардың қарым-қатынасы қаншалықты шынайы екенін білгісі келген. Ал кейін бәрін айтуға уақыт таппай қалды. Олар ұзақ уақыт саябақта серуендеді. Владимир өзін толғандырған жалғыз сұрақты қоюға ақыры бел буды. Даша, неге мені тастап кеттің? Володя, қанша жыл өтті, қазір оның маңызы бар ма? Деп күрсінді әйел. Көзіндегі алтын ұшқындар сөніп қалғандай көрінді. Инна Леонидовна қалай? 3 жыл бұрын қайтыс болды, деп Владимир жай ғана жауап берді. Кенет ол тар жолдың дәл ортасында тоқтады. Даша, бұл шешімге анам мәжбүрледі ме сені? Айғайламашы, өтінемін. Жүре берейік. Қазір оның мәні бар ма? Деді Дарья ойланып. Бар. Ол еш күмәнданбады. Сонда Дарья бәрін айтып берді. Бір күні университет маңында оны Инна Леонидовнаның жүргізушісі Николай күтіп алып, «Ханым сізді күтуде» деген. Машинада отырған Владимирдің анасы әдеттегі мейірімді, зиялы әйел кейпінде емес еді. Ол Дарьяға ақша ұсынып, «Мен ұлымның ата тегі белгісіз ауыл қызына үйленуіне ешқашан жол бермеймін. Егер Володядан бас тартпасаң қатты өкінесің» деп салқын дауыспен мәлімдеген. Мен құлағыма сенбедім. Ол мені алғаш көргенде жылы қарсы алғанын білесің ғой. Неге кенеттен пікірін өзгертті? Деді Дарья сол сәтті еске алып. Әуелден-ақ қарсылық білдірдім. Бірақ ұлымның көзінде тас жүрек ведьма болып көрінбеу үшін түрімді жасыруға тура келді. Ал қазір араласуға мәжбүрмін. Себебі көктемде Лондоннан менің ең жақын достарымның қызы оралады. Ол Володяға лайықты қалыңдық. Сенің ұлымның өмірін құртуыңа жол бермеймін. Дарья ашудан конвертті көлікке лақтырып кетіп қалды. Ал сосын не болды? Деп сыбырлады Тихонов, ең қорқынышты жауаптан сескеніп. Бірнеше апта тыныштық болды. Сосын сол Николай жатақхана алдында мені тоқтатып сурет көрсетті. Онда Ксюша бейнеленген еді. Дарьяның көзіне жас үйірілді. Мен бірден түсіндім, қызымды жасырын суретке түсірген. Демек, олар менің туған қалама дейін барып, оны аңдыған. Қатты қорықтым. Николайдың түрін есіңе түсірші, суық, қатыгез. Нағыз кісі өлтірушінің кейпі. Ол саған балаңа зиян тигіземін деп сес көрсетті ме? Деп дауысы қарлығып шыққан Владимир сұрады. Жоқ, ол мүлде ештеңе айтпады. Тек Ксюша бейнеленген суретті тартып алып, көз алдында екіге жыртып тастады. Сол кезде бәрін түсіндім. Қорқыныштан есімнен адасуға шақ қалдым. Тек қызымды ойладым. Кешір мені, Володя. Бірақ сол сәтте сені де жек көріп кеттім. Олар ұзақ үнсіз тұрды. Көлік жанында қоштасу сәті таяп қалған еді. Егер сен тұрмыста болмағанда, мен сені кешкі асқа шақырған болар едім, деп сыбырлады Тихонов. Дарья көзін төмен салды да, күтпеген жерден. Жүр, мен ешқашан тұрмыс құрған емеспін, деді жай ғана. Бірақ сенің ұлың бар ғой, деп таңданды Владимир. Иә, ол қазір есейіп қалды. Дарья сөмкесінен телефонын шығарып, сурет көрсетті. Камераға байыпты қараған жас жігіт. Оның аты Володя, 16 жарым жаста. Владимир бір сәтке қатып қалды. Тоқта. 16 жарым. Демек, бұл. Иә, сенің ұлың? Мен сендердің отбасыңнан қашып кеткенде жүкті екенімді білмедім. Кешір, сені хабардар етпедім. Бірақ сен де мені іздеген жоқсың. Дарья кірпігіне ілінген жасты сүртті. Алдымен біз, жас, ақымақ, менменшіл боламыз. Өз қамымызды ғана ойлаймыз.
Ал сүйікті адамды аялап, сақтаудың қаншалықты маңызды екенін түсінгенде бәрі кеш болады. Кешір мені. Ештеңе айтпа. Ашуланба. Айыптама, тек кешір. Владимир үнсіз қалды. Ол алдындағы сүйікті әйеліне аңтарылып қарады. Сосын сыбырлап: "Ол мен туралы біле ме?" "Иә, мен жиі сен жайлы айтатымын. Жақында оған екеуміздің бір ескі суретімізді көрсеттім. Сенің сырт келбетің оған ұнады." Дарья күлімсіреп қойды. Владимир тамағына тығылған өксікті жұтуға тырысты. Сосын кенет есіне бір нәрсе түсті. "Даша, мен жұма күні сенің жүзігіңді байқамай алып кетіппін. Ал қазір оны өзіммен бірге алуды ұмытып кетіппін. Ертең беремін, жарай ма?"